Құрметті оқытушылар мен студенттер, мен Жаһанша Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледжінің оқытушысы Молдагалиева Анар Аскаровна. Сіздердің назарларыңызға информатика мұғалімі мамандығының 2 А Пкимов тобында қашықтан оқыту жағдайында өткен Абайдың Жетебайдағы мұражай үйіне виртуалды экскурсияны ұсынамын. Абайдың Жетебайдағы мұражай үйі Абайдың өмірі мен шығармашылық жолынан толық мағлұмат беретін мәдени мекеме. Семей қаласынан 180 км, Қарауылдан 25 км қашықтықта орналасқан. Жасы ұлғайған Абай Жетебайды өзіне қоныс қылып, көптеген тамаша шығармаларын осы мекенде дүниеге әкелді. Жетебай қазақ поэзиясының меккесі аталды. Шөбі шүйгін, суы мол, малға жайлы Жетебай Шыңғыстауға жақын орналасқан, жайлауға қиналмай жетуге қолайлы қоныс деп жазады Абай танушы ғалым Асан Омаров өз зерттеулерінде. Расында, тарихтан білетініміздей, Жетебай өлкесін Құнанбайдың шешесі Зере, әйелдері Ұлжан, Айғыз қыстап отырған. Абай осы аналарының қамқорлығында өсіп, осы жердің тау мен тасында ауасы мен суын ішіп жетілген. Өлкетанушылардың айтуынша, Абай Жетебайдағы қыстау үйді қайта салып, күрделі жөндеуден өткізген. Ұлы ақынның 100 жылдық мерейтойы қарсаңында қыстау мұражай үй ретінде қалпына келтіріледі. Абайдың 125 жылдық мерейтойы қарсаңында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, мемориалдық экспозиция жасалған. Ал Абайдың 150 жылдық мерейтойының қарсаңында мұражай әдеби экспозициямен толықтырыла түседі. Ұлылар қонысы болған мұражай үйдің кешені үлкен аумақталып жатыр. Ортада дәл қыстаудың өзі. Қыстау 5 бөлме мен 2 дәлізден тұрады. Алаңның сыртында Абайдың қоладан жасалған ескерткіші орналасқан. Абай атамыздың үйі 5 бөлмеден өзге 2 дәлізден тұрады. Мұражай үйдің кіреберіс дәлізінен басталады. Кіреберіс дәлізіне өткенде қабырғада Абай өмір сүрген дәуір мен баба тәтегінің шежіресі орналасқан. Сондай-ақ қыстаудың тарихын таныстыратын стенд бар. Одан кейінгі экспозиция бөлмелерінде Абайдың ақындық дәстүрін жалғастырушы балалары Ақылбай, Мағауия, Тұрағұл мұрасын ұрпаққа жеткізген рухани шәкірттері Шәкәрім, Көкбай, Әріп, Әсет, Уайс шығармашылығын таныстыратын дерек залдар орналасқан. Бұл ас үй, терезесі шығысқа шығатын үлкен бөлме. Кірген бетте сол жақта жоғарғы жағын күмбез тәріздес жасаған отошақ орналасқан. Онда 2 қазан орнатылған. Біреуі үлкен ет пісіруге арналған, ал екіншісі кішірек басқа жеңіл тамақтар дайындау үшін. Ал ошақтың күмбез тәріздес жоғарғы жағы булық бөлмені будан сақтандыру үшін жасалған. Сонымен бірге тұрмыста қолданылған самаурындары. Ең үлкен самаурын Абай атамыздың 125 жылдығына тарту етілген. Оған 40 литрдей су сияды. Үлкен қолданыста болған ағаш ыдыстары. Құрт езуге арналған астау, қымыз ыдыстары. Бөлмеде жиһаз түрлері де бар. Ас сақтайтын кебеже, биік асадау, тамақ пен ыдыс сақтайтын шкаф. Барлық жиһаз түрлері жергілікті шеберлердің қолынан жасалған. Оң жағында үлкен тұскиіз ілінген. Абай атамыздың бірінші әйелі Ділдәнің төркінінен келген тұскиіз. Сонымен бірге қымыз ожауы, арқардың құлжа дейтін мүйізінен жасалған. Төсектері көші қоныға пайдалы, екіншіден денсаулыққа пайдалы. Биік орнатылған төсек қан айналымын жақсартады. Оны қазақ халқы әуелден білген. Сол жақ қабырғада Абай атамыздың әкесі Құнанбайдың қажылық сапарға барғанда алып келген тақиясы көрсетілген. Оны мұражайға Абай атамыздың шөбересі Бақуар Ақылбай тасыған екен. Енді кезекте 25 жанында жезленген қаз мойынды құман көрсетілген. Осы жезленгенге Абай атамыз қырқынан шыққанша суға түсірілген. Енді бұл 3 ауызды мылтықты Абай атамызға Батыс Сібір генерал-губернаторы барон Таубе сыйға тартқан екен.
ал бөлме ішінде бірнеше фотосуреттер ілінген. Бұл фотосуретте Абай атамыз 51 жаста, қасында тұрған екі әйеліне дүниеге келген тұңғыш ұлдары Тұрағұл мен Ақылбай көрсетілген. Содан кейін де бұл төсек Абай атамыздың екінші әйелі Әйгерімнің жасауымен келген. Бұнда да ою-өрнектер ірі қарамал жақ жауынды сүйегінен жасалған. Және де бұл дастарханда Абай атамызға қонақ көп келгендіктен Абай атамыз осы дастархан басында қонақтарын күтетін болған. Келесі бөлме Абай атамыздың қонақ бөлмесі. Ол терезесі шығысқа қараған кең бөлме. Талай қонақтар осы жерден дәм татқан. Бұл бөлмеде күмістен жасалған құты, кесе, кебі сияқты көне заттарды көз тартарлықтай деседі. Бұл бөлме аса үлкен болмағанымен ыңғайлы әрі жайлы. Еденге сырғымақтар жайылған, қабырғада түкті кілем, және де қазақтың халық аспабы қобызды көруге болады. Келесі бөлме бұл жұмыс кабинеті. Бұл бөлмеде ақын жұмыс жасады, кітап оқыды, өлең жазды. Бөлмеде сол шығармашылық қалып сақталып қалған тәрізді. Қазақтың түбі қайдан шыққандығы туралы еңбегінің қолжазбасындағы сия әлі кеппегендей. Бөлменің ортасында аласа дөңгелек үстел, бетінде кестелі дастархан жабылған. Үстел үстінде ақынның қалта сағаты, насыбай шақша, сия сауыт, қаламы тұр. Қолжазбаның қасында 9-малақ тақтасы тұр. Қазақтың ұлттық жиһаздарымен қатар европалық жиһаздарда кітап шкафы, жазу үстелі, айна, қабырға сағаты, шкаф сөрелерінде ақынның сүйіп оқыған кітаптары орналасқан. Шығыс ақындарының шығармаларымен қатар орыс классиктерінің кітаптары, энциклопедиялық басылымдар да бар. Жазу үстелінде шам, шахмат, дойбы мен өмірдің серігі кітаптары орналасқан. Дойбының тастары қойдың тұлпайшық деген сүйегінен жасалған. 9-малақ сүйектері былғары дорбаға салынған. Бөлменің сол жағында Абайдың бірінші әйелі Ділдәнің төсегі орналасқан. Бұл төсектің тастары алтын және күміс тастардан жасалған болған. Бірақ аласапыран уақытта бұның бәрі ұрланып, жоғалып кеткен екен. Келесі бөлме Хакім Абайдың әмеңгерлік жолмен алған әйелі Еркежанның бөлмесі. Еркежан Абайдың інісі Оспанның әйелі. Оспан қайтыс болғаннан кейін қазақтың әмеңгерлік салты бойынша Абай Еркежанға үйленеді. Еркежанның қолында Абайдың немересі Ақылбайдың балалары Әубәкір мен Пәкизат бар еді. Абай негізінен осы Еркежанмен өмірінің қалған 11 жылын осы қара шаңырақта өткізген болатын. Сондықтан сақталған заттардың көбі Еркежанның заттары. Бірінші суретте сайға тартылған сандықтар бейнеленген. Екінші суретте бірінші Абайдың немересі Ақылбайдың қызы Пәкизаттың кәмзелі мен құндыз бөрігі. Екіншісінде шекей бұйымдары көрсетілген. Бұнда маржан, моншақ, сырға, түйме, күміс, білезік көрсетілген. Ұлы ақынның 175 жылдық мерейтойына орай өткен Абайдың Жидебайдағы мұражай үйіне виртуалды экскурсиямыз көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.